туған әпкем, қайнатам мен әуей. Менің жазбамды оқып біреу күлер, біреу балағаттар, бірақ менде басқа амал жоқ. Күйеуім сезіп қояма деген қорқыныш тағы бар. Не істерімді білмей басым қатты. Мен Көкшетау өңірінің қызымын. Үйде 2 қыз және жалғыз інім бар. Әпкем менен 6 жасқа үлкен. Ата-анам зейнетақыға қарап отырған жандар. Әпкем мектеп бітірген соң оқуға түсе алмай, облыс орталығына жұмысқа тұрды. Жұмысы сатушы. Кейіннен Қарағанды жаққа тұрмысқа шықты. Ал мен болсам, оқуымды бітіріп Көкшетау қаласына жоғарғы оқу орнында студент болып қабылдандым. Әпкем Қарлыға жездеммен мінездері келіспей 2 жылдан соң ажырасып қайтып келді. Жездем жаман жан сияқты емес еді. Бірақ әпкеме бір жақпай-ақ қойды. Үнемі көңілі толмай есі шықты. Ақыры бір баласын жетектеп ауылға қайтып келді. Ата-анам іштей көңілдері түссе де үнсіз қабылдады. Ұлын бауырына басты. Әпкем ұлын ата-анамның қамқорлығына тастап Көкшетау қаласына кетті. Ол кезде мен 2 курсқа аяқ басқан кезім еді. Көкшетаудағы тағы бір шағын дүкенге сатушы болып кірді. Мен жатақханада, ол қыздармен пәтер жалдап тұрды. Анда-санда пәтеріне барып тұрдым. Қасында өзі сияқты тұрмыста болған қыздармен тұрады екен. Әңгімелері жарасып, кафеге барып, қыдырғыш болып кеткендей. Үйлеріне барсам, әпкем менің тезірек кеткенімді қалап тұратын сияқты болып көрінетін. Үнемі қолыма ақша мен азық-түлік ұстатып, сау бол деп шығарып салуға асық еді. Бұрынғыдай емес, өзі де әрленіп, әдемі киініп, шаш үлгісінде өзгертіп үлгеріпті. Ұлын ұмытқан. Тіпті ата-анама анда-санда ғана хабарласады. Бар көмегі дүкеннен бір сөмке тәттілер жіберіп тұрады екен. Осылайша мен 3 курсқа келдім. Әпкем өміріне де үйренгенбіз. Бір күні әпкем 2 баласы бар азаматқа тұрмысқа шығатындығын айтты. Әйелі қайтыс болған, балалары ер жетіп кеткен болашақ жездеміз әпкемізден 12 жасқа үлкен. Әпкемнің 2 рет отбасы құру бақытына ие болғанына іштей қуанып жүрдім. Енді мен жатақханадан шығып, әпкемнің қолында тұратын болдым. Әпкем дүниеге бір ұлды әкелді. Үй жайы бар жездемізде жайлы адам. Өзімен өзі жұмысына барады. Теледидар қарап, анда-санда ақырын ғана әңгімесін айтып отыра береді. Балалары да ер жеткен, ақылды, артық жас отбасын мазаламайды. Жездеміз вахталық жұмыс істейді. Айына 1 рет Астана қаласына жұмысқа кетеді. 10 күннен соң қайтып келеді. Мен өз вақытымды кездестіріп, тұрмысқа да шықтым. Қазір Көкшетау қаласында ата-енеммен бірге тұрамын. Енем көп сөйлей бермейтін сабырлы жан. 2 жыл болды, қант диабеті ауруына шалдығып, науқастанып жүр. Үйде болғаннан аурухана төсегіне таңылғаны көп. Ал атам болса, зейнетке шықса да бір мекемеде күзет қызметінде жұмыс істейді. Үлкен жер үйіміз бар. Күйеуім банк саласында жұмыс істейді. Өзім 2 баламен үйде отырмын. Мені мазалайтын соңғы кезде үлкен проблема бар. Ол әпкем мен менің қайнатамның арасының қатынастары. Ел біле ме білмеймін, мен ашықта, анықта білемін десем болады. Бірнеше рет көзімде жеткен. Енем ауруханада жатқан кезде әпкем біздің үйге әр нәрсені сылтауратып келгіш болып келді. Жездем вахталық жұмысына кеткенде атам сол үйдің құтты қонағы, үйге де қонбай қалады. Қайда болатынын сезсем де білмегенсіп жүремін. Күйеуіме айтуға еш батылым бармайды. Тіпті қорқамын. Ал әпкемді 1 рет сөзге тартып көрмекші едім. Қарқылдап күліп, әзілге айналдырып, құдашадан құр қалғанда пәленше атады деп өз алдына бет алды сөйлейді. Енем ештеме білмейді, және білмесе екен деп тілеймін. Әпкемнің қылығы бір күні әшкере болса, отбасымыз ойран болама деп те қорқамын. Үйге келгенде, атама батылданып сөйлегенін көргенде жерге кіріп кетемін әпкемнің. Бар жоқтығына
киіп күлкі құсап бұраңдап шолжаңдап құтты мода көрсетуге келгендей сылқылдап үйде сағаттанып отырып алатынын қайтерсіз. Туған әпкем қылығын ата-анама айтуға да батылым жетпейді. Тіпті бір ағайындардың тойында менің атама жабысып билегенін көргенде шер болдым. Жездемді адам құрлы көрмейді, жасқанбайды да, арасында өтірік күліп алдай салғанын көргенде өз әпкем қылығынан жиіркеніп те кетемін. Егер бір әңгіме бастасам, ертең өзімді кінәлі қылып шықпасына кім кепіл? Олардан бәрін де күтуге болады. Ағайын туыс ел жұрт соқыр емес қой. Бір күні шындықтың беті ашылса, не істемекшімін? Жездеме де жаным ашиды. Бұл сұмдықты ұлдары білсе, әпкемді бір күнде тұрғызбасы анық. Ал күйеуім болса, мен кім болармын оның қасында?